Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Адрина өзінің отбасымен бірге қоғамнан жырақта бір түрі помещение орнында өмір сүреді. Ол дүниеге келмей тұрып, оның Адриан есімді әпкесі болғасын. Алайда ол 9 жасында белгісіз бір жағдайда қайтыс болған екен. Ата-анасы оны қатты жақсы көргендіктен, оның есімін сол қайтыс болған әпкесінің құрметіне берген екен. Ол қайтыс болғанына 10 жылдан астам уақыт өтсе де, олар оны ұмытпай әр жексенбі сайын оның қабіріне келіп еске алып отырады. Адрина не үшін ата-анасы оны үнемі бақылауда ұстайтынын түсінбейді, тіпті оған үйінен алыстауға тыйым салынған. Осы үшін ол не мектепке бармайды, не басқа қыздармен және ұлдармен сөйлеспейді. Көп өтпей ол анасы Люсиенаның жүкті екенін біледі. Бұл Адрина үшін өте қуанышты жаңалық болды, өйткені ол жалғыздықтан әбден шаршаған болатын. Бір күні үйге оның бөлесі Вера келіп, өзінің ғашықтар күні басқа балдар берген сыйлықты көрсетіп мақтана бастайды. Ол оны кемсіту үшін бүкіл мектепке Адринаның есте сақтау қабілеті нашар екенін айтыпты. Расымен де Адрина өзімен 1-2 жыл алдын не болғанын білмейді. Сондықтан ол осының себебін білу үшін әкесі Демьяннан сұрайын деп шешеді. Алайда еркек оның сұрағына толыққанды жауап бермейді. Ол оны уайымдағандықтан үйден алыс шығармайды екен. Өйткені оның қайтыс болған қызы секілді, енді одан да айырылғысы келмейді. Ол өзінің басқа балалар секілді өскісі келетінін айта бастағанда, Демьян әңгімені өсіп, оны қайтыс болған әпкесінің бөлмесіне алып барады. Ал кейін оны керует орындыққа отырғызып, оны шайқай бастайды, қайтыс болған Адринамен байланысқа шығу үшін. Ол белгісіз бір еркектен қашып бара жатқан әпкесін көріп, қатты қорқып айқайлап жібереді. Келесі күні ол аулада демалып отырғанда бір жігітті байқайды. Жігіт оны үнмен өзіне шақырып, кешегі берген сыйлығын алған алмағанын сұрайды. Сөйтсе, кеше Вера алып келген шоколадты Адрен арнайы Адринаға берген екен. Жігіт оны ұнатып қалғандықтан онымен жақын таныспақ ойы бар екенін айтады. Алайда бұрын соңды жігіттермен сөйлесіп көрмеген қыз ол жерден қашып кетеді. Кенеттен ол үйден анасының айқайын естіп жүгіріп барады. Сөйтсе, анасы толғатып жатыр екен. Көп өтпей ол әкесінен қайғылы хабар естиді. Ол өзінің жаңа туылған бауырымен және анасынан айырылды. Бұл жағдай қызға қатты ауыр тиіп, ол әкесін құшақтап жылай бастайды. Арада бірнеше жыл өтіп, Адрина бой жетеді. Әкесі оның үйде әбден зерігетінін түсініп, оған Нью-Йорктен келген музыка мұғалімінің сабағын алуға өз рұқсатын береді. Ол сондай сабақтан қайтып келе жатқанда Адренді жолықтырып қалады. Жігіт өзен жағасына кездесуге шақырады. Сол күні ол әкесінен тығылып, жігітпен кездесуге аттанады. Өзен жағасында ол Адрен өзінің отбасынан бөлек ешқандай адаммен жақын қарым-қатынаста болмағанын айтады. Ол оның алғашқы досы. Олар бір-бірімен енді жақын таныса бастағанда, оны аңдып келген Вера пайда болып, оларға кедергі болады. Ол Адринаның көз алдында Адренмен флиртовать ете бастайды. Кенеттен өзен жағасында Вераның айтуымен әкесі келіп, қызына ұрса бастайды, оның рұқсатсыз үйден шыққанына. Ол Адринаны көлікке отырғызып, қайтыс болған әпкесінің мәйіті табылған жерге алып барады. Демьян өзінің екінші қызынан да айырылғысы келмейтінін айтып, одан оның рұқсатынсыз ешқайда кетпеуін талап етеді. Ал кейін ол да қайтыс болған әпкесі секілді кінсіз әрі пәк болу керектігін айтады. Бірақ Адриан мәңгілік бұл орында қамалып өмір сүргісі келмейді. Сондықтан әкесінің тыйым салғанына қарамастан, Адренмен кездесуін жалғастыра береді. Сонда кездесулердің бірінде жігіт оны ұнатып қалғанын айтып, оны сүймек болған. Алайда алдын ешқандай қарым-қатынасқа түсіп көрмеген, ол әлі дайын емес. Сондықтан жігіттен оған уақыт беруін сұрайды. Адрен оны күтуге дайын, ол өзінің музыка сабағына бару керектігін айтқанда, жігіт оны сонда жеткізіп тастайды. Алайда ішке кірген ол қалай Вераның мұғаліммен жақындасып жатқанын көріп, сыртқа қарай жүгіре шығады. Жолда ол Адренді тоқтатып, оны сүюін сұрайды. Бірақ жігіт оған жақындай бергенде, оның басында қайтадан қайтыс болған әпкесінің қиял көріністері пайда болып, айқайлап жібереді. Ол жігітке өзінің жынды әрі ұсқынсыз екенін айтып жылай бастайды. Түн ортасында оның бөлмесінде Вера пайда болып, одан өзінің жоғары екенін көрсету үшін, оған өзінің мұғаліммен басынан өткен романы жайлы айта бастайды. Ал кейін мұғаліммен түскен эротикалық суреттерін оның бетіне қарай шашады. Осы сәтте бөлмеге Демьян келіп қалып, ол тығылуға мәжбүр болады. Алайда суреттерді көрген еркек Вераның осында жасырынып тұрғанын біліп, оны шкафтан шығарып ұрса бастайды. Ал кейін оның анасына Вераның қызын жамандыққа үйрететінін айтып, бұдан бәрі оны бұл үйде көргісі келмейтінін хабарлайды. Сол түні Вера ол үйден қашып шығып, мұғаліммен бірге Нью-Йоркке кетіп қалады. Адриан әкесін осы уақыт бойы Вераның оның көңілін аударуға тырысқанын айтады, өйткені ол Демьян оның да әкесі деп ойлаған екен. Сол түні ол қалай әпкесі Элизабеттің әкесімен жақындаспақ болып жатқан жерлерінен ұстап алып, бөлмесіне қарай жүгіреді. Онда ол керуетке отырып трансқа түседі.
Таңға таман оянып баспалдаған түсе бергенде Элизабеттің өлі денесін тауып алады. Сөйтсе ол бақытсыз жағдайда қайтыс болған екен. Барлық жақындарынан айырылып жатқан Демьян үшін Элизабеттің өлімі ауыр тиді. Ол енді Адринады да жоғалтып аламын деп қорқып, оған деген бақылауын күшейте бастайды. Тіпті ол бір күні Адриан дүкеннен оралғанда оған айқайлай бастайды: "Сен неге менің рұқсатымсыз кетесің?" деп. Алайда енді Адрин әкесінің қатал бақылауына шыдап өмір сүргісі келмейді. Сондықтан ол үйден қашып кетіп, Адринге тұрмысқа шығады. Ол Адринмен бірге үйге қайта оралғанда, олардың таңғалысына орай Демьян оларды құттықтайды. Сөйтсе Демьянның Адринге арнайы ұсынысы бар екен. Адрин архитектор болып жұмыс істейтіндіктен, ол оған үйдің реконструкциясын жасауда. Бұрын соңды бұнда ірі жобалармен айналысып көрмеген ол келісіп, олар осында қалу туралы шешім қабылдайды. Олар өздерінің алғашқы неке түнін өткізу үшін жоғарыға көтеріледі. Алайда қобалжулы қыз әжетханаға қарай бағыт алады, кішкене дем жинап алу үшін. Ол айнаға қарай берген сәтте оның көз алдында қайтадан қорқынышты бейне пайда болып, ол қорқып кетеді. Қорқынышты көріністер оны түні бойы мазалап, олар сол күйі жақындаса алмайды. Келесі күні ол таңғалысына орай қайта оралған Вераны көреді. Сөйтсе олар Нью-Йоркке барғасын. Мұғалім оны тастап кетіп, ақшасы қалмаған, ол қайта оралуға мәжбүр болған. Демьян Вераның қайта оралғанын көргенде ашуланып, оны қуып шықпақ болған. Алайда Адрина оны сабырға шақырып, әкесіне оған тағы бір мүмкіндік беруге көндіре алады. Вера Адринаның әлі Адринмен жақындаспағанын білмегенде, ол оның арам жоспарын ойластыра бастайды. Сол түні Адриан күйеуімен жақындаспақ болады, алайда дәлізден шыққан айқай оларды үзеді. Сөйтсе Вера үстелден құлап, өзінің аяғын ауыртып алыпты. Олар дереу оған көмек көрсетуге тырысады. Олар ауруханадан оралғасын Вера Адринмен жалғыз қалу үшін Адрианнан қаладан ауырсынуды басатын дәрі алып келуін өтінеді. Ол кете салысымен Вера еркекті еліктіруге кіріседі. Ақыр соңында Адрин оның алдында шыдай алмай, онымен сүйісе бастайды. Осы сәтте үйге Адриан оралады. Бұл жағдай Адриан үшін өте ауыр тиді, бірақ ол Адринге оған ренжімейтінін айтады. Сондықтан айырылысуды ұсынады, екеуінің ешқашан жақындаса алмайтынын айтады. Алайда Адрин екеуін тек махаббат қана емес, сонымен қатар басқа нәрсе байланыстыратынын айтады. Сөйтсе сол қайғылы оқиға болған күні ол орманда болған екен. Алайда оны қуушы үлкен жастаған жастар болғандықтан ол оларға қарсы ештеңе істей алмапты. Адрин осы жағдайға әлі де өзін кінәлайды екен. Ол Демьянға барып, Адрианды одан әрі өтірікті ұстауға болмайтынын, оның шындықты білуге құқығы бар екенін айтады. Демьян қызының өз-өзіне қол жұмсамақ екенін көріп, басқа ешқандай Адрина болмағанын мойындайды. Сөйтсе сол күні Адрина тірі қалып, қатты психологиялық соққы алған екен. Тіпті оның ары қарай өмір сүруге қалауы болмай, ол өз-өзіне бірнеше рет қол жұмсамақ болыпты. Басқа шешім таба алмаған ата-анасы шоковый терапия арқылы оның есінен балалық шағын өшіріп тастау туралы шешім қабылдапты. Сол себепті де Адринаның ешқандай балалық шағы туралы естеліктері миында сақталмаған. Олар өз істерін жасыру үшін оның үлкен әпкесі болған деп оны сендірген екен. Ол әкесінің сөзіне сенбей, қабірді қаза бастайды. Бірақ ол жерден ештеңе таппайды. Осы сәтте Адрин келіп, оны балалық шақтан бері жақсы көретінін, және әрі қарайда жақсы көре беретінін айтады. Ақыры өзінің психологиялық жарақатынан айырылған ол алғаш рет онымен жақындасады. Құпия ашылғасын ол енді бәрінің жақсы болатынына сенімді болған. Алайда Вераның басқа жоспары бар болатын. Ол түн ортасында оны баспалдақтан итеріп жібереді. Сөйтсе осы уақыт бойы Вераның бойын қызғаныш билеген екен. Өзінің анасын баспалдақтан итеріп жібергенде, тіпті сол жоғары сынып оқушыларын жалдағанда дәл осы Вера екен. Ол өзінің әкесі деп танитын Демьянның оған ерекше қарағанын оған ұнамаған. Ол осылай Адрианнан мәңгілікке құтылу үшін ол демалып жатқан кислородты өшіреді. Ал кейін Адриннің сусынына ұйықтататын дәрі қосып, оны еліктіре бастайды. Кислородтың жетіспеуінен ол тұншыға бастайды. Өмір үшін күрескен Адриан затты итеріп жіберіп әкесін оятады. Демьян жүгіріп келіп, дереу оған кислородты қайта қосып, күйеу баласын шақырады. Адрин де өз есіне келіп, сүйіктісінің қасына асығады. Вера пайда болған Адриан ақыры бәрін есіне алғанын мойындайды. Вера болса олардан қашамын деп баспалдақтан құлап қайтыс болды. Жерлеу рәсімінде Адриан оны кешіргенін мойындайды. Ал кейін енді өзінің жаңа өмірін бастау үшін отбасымен бірге үйлеріне қайта оралады. Осы жерден фильмде аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.